Бүгінгі тақырып координаталы жазықтық қиылысатын түзулер дейді. Бұл өте оңай есеп негізінде түсінсеңіздер. Біріншіден, жазықтықтың шеті болмайды, жазықтық барлық бағытта шектеусіз. Жазықтық деп тұрған мынаны айтамыз. Осы жазықтықтың поверхностында бізде А нүктесі, Б нүктесі, С нүктесі, түзу жатуы мүмкін, А түзуі былай жатуы мүмкін, Б түзуі деген сияқты, иә. Бұны біз жазықтықты альфа, бета, гамма деген сияқты гректің кіші әріптерімен белгілейміз дейді. Енді қараңыздар, түзу қиылысатын түзулер. Түзудің бастапқы және соңғы нүктелері болмайтынын білесіңдер. Ол екі жаққа да шектеусіз созылады. Екі нүкте арқылы бір ғана не жүргізуге болады? Түзу жүргізуге болады, иә. Так, қиылысатын екі түзудің ортақ бір ғана нүктесі болады. О нүктесі көріне ма? Оны білесіңдер, иә. Енді қараңдар, мына жерде бізде мына қараңыздар, екі түзу қиылысқан кезде бізде неше бұрыш пайда болады? Екі түзу қиылысқан кезде бізде қараңыздар, екі түзу қиылысса бізде неше бұрыш пайда болады? Еркіназ, елестеп көрші. Елестет. Бүйткен кезде неше бұрыш пайда болады? Біреу, екеу, үшеу, төртеу пайда болады. Мына қарана, хоп. Екеу қиылысты. Иә, ол бізде неше болады? Так, бұл жерде мына қараңыздар, мынау бұрыш пайда болады, мынау бұрыш пайда болады, мынау бұрыш пайда болады, мынау бұрыш пайда болады. Олай болады, иә. Енді нумерациямен береді оны, міне қараңыздар, міне 1 бұрыш, 2 бұрыш, 3 бұрыш, 4 бұрыш. Орнасы О точкасы ғой. Екі түзу қиылысқан кезде бір нүкте пайда болады, ортақ бір нүкте пайда болады. Енді қараңыздар, мына бір-біріне қарама-қарсы түзулер, бұрыштар, мына 2 деген бұрыш тең болады бұрыш 4-ке. Ал мынау бұрыш 1 тең болады бұрыш 3-ке. Қарама-қарсы бұрыштар бізде тең болады. Бұл бізде аты бар оның, вертикаль бұрыштар деген. Сол вертикаль бұрыштар өзара қарама-қарсы бұрыштары өзара тең болады. Мынау бұрыш мынауған тең, мынау бұрыш мынаған тең болады, окей? Енді дальше. Міне сендерге айтып тұр. Бұрыш 1 мен бұрыш 3 өзара вертикаль бұрыштар, ал ол вертикаль бұрыштар болса, ол вертикаль деген сөз нені білдіреді? Олар өзара тең деген сөз. Ол вертикаль бұрыштар. Жазыңдар ма оны? Вертикаль өзара тең. Молодцы. Өзара тең бұрыштар, иә? Қарама-қарсы бұрыш болса, любой екі түзу былай қиылысуы мүмкін. Міне мынау бұрышқа қандай болады? Тең болады, окей? Ары қарай енді мына жақта сендерде енді мынандай қылып мысал қылып беріп тұр. Мысалы қараңыздар, бұрыш 50 градус болсын дейді. Мынау бұрыш бізде 50 градусқа тең болсын дейді. Онда біздің қараңдар, мына жаққа мен аламын да бүйтіп копировать етіп, тура осыны мына жаққа істеймін. Осы жерде мынау бұрыш бізде 50 градусқа тең болсыншы дейді. Олай болатын болса, мынау бұрыш нешеге тең болады? Ол да 50, өйткені олар бір-біріне қарама-қарсы ғой. А енді мына жердегі бұрышты қалай табамыз? Қараңыздар. Мынау бізде жазыңқы бұрыш. Бұл жазыңқы бұрыш болатын болса, бұл жазыңқы бұрыш дегеніміз мынау 180 градусқа тең бізде, мынандай түзу 180 градусқа тең. Ал 180 градусқа тең болса, оның бір жағы 50 болып тұр, екінші жағын табу үшін 180-нен 50 градус не істейміз? Азайтамыз. Сонда ол 130 градус. Сонда мына жердегі бұрыш ол 130 градусқа тең. А получается мынау ол мынаумен бірдей ғой. Значит, мынау да 130 болады. Мынау бұрыш мынаған тең, мынау бұрыш мынаған тең. Ал общий круг бізде, общий бұрыштардың қосындысы неше болу керек? 360 болу керек. Бұны сендер көрдіңдер ме? 180-нен 50-ді нешені азайтты? Өйткені бұл жазыңқы бұрыш. Сол үшін 180-нен 50-ді азайтып, екінші бұрышты табамыз. Міне вертикаль бұрыштар өзара тең дейді. Болды, ары қарай енді есептер шығарайық. Өте оңай тақырып. Так, 21 шығардан өзімдер? 22 неше? 23. Давай 23 түсіндіріп жіберейін тағы да бір рет, что было уже наверняка понятно. Так, алтыда алтыншы сурет дейді. Вот, алтыда алтыншы сурет, смотрите. Қазір ашайын бірінші. Алтыда алтыншы суретті. Давайте алайтындар.
men жазайын. Жоқ, айтсаңдаршы міне. Мен айтамын. Міне. Бұрыш бір нешеге тең? Міне, вот он, бұрыш бір 40 градусқа тең. Значит, бұрыш 3. Жоқ, ояққа қарама, вообще қарама ояққа. Түсінбей қаласың. Мынау бұрыш 40 болса, енді еркін ойлан. Мынау бұрыш 40 болса, мынау бұрыш нешеге тең болады? Үшінші бұрыш. Тоже 40. Өйткені олар қарама-қарсы болса, олар қандай дедік? Бірдей дедік. А енді бұрыш екіні табу үшін не істейміз? Айт. 180-нен 40 табамыз. Я, 180-нен всегда, но өйткені 180 это у нас жазыңқы бұрыш. Одан біреу былай шығып тұр. Мынаны түзу қылсақ, мына жаққа қарап. Ал общий біз білуіміз керек, что это 180. Одан 40 азайтамыз, ол 140 болады. Сонда мына жағы бізде 140 градус болады. Мынау 140 болса, значит мынау бұрышта 140 болады. Сонда бұрыш 1, ол тең бұрыш 3-ке, ол бізде 40 градусқа тең, иә? Екеуі тең ғой, мына екеуі. Енді бұрыш 2, ол бұрыш 4-ке тең, а ол нешеге тең? 140 градусқа тең. Болды? Келесі 25 шығарайық ал, 25. 24? А, давайте 24 шығарайық. Что это? 24. Смотрим. 6-да 7-ші сурет дейді, иә? Вот он, 6-да 7-ші сурет. ЕОД бұрышы қайда ол? Міне, О деген всегда ортасы жаттап алыңдар. Міне, ол мына жақта белгіленбей тұр ғой. Бірақ сендер өздерің ойлану керексіңдер. Ортасында ол О тұр деп ше. ЕОД бұрышы мына жері таза қаншаға тең дейді? 40 градусқа тең дейді мына жері. Ал ЕОБ бұрышы общий қаншаға тең мына жері? 130 деп тұр. Ал значит қараңдар, мынау общий 130 болса, мына жері таза 40 болса, значит мына жерін табуға болады бізге? Ал, мына бұрышты қараңдар. Д, О, В-ны табуға болады ғой? Я, потому что мынау общий 130. Ал мына жері бізде таза 40. Значит, мына жері қанша болады таза? 130-дан не істейміз? 40-ты азайтамыз. Сонда бұл 90 градус. Мына жері сонда оказывается, мына жері 90 градусқа тең. Өте мына жаққа жазып қояйын 90 градус деп. Аха. А осы бұрышын табыңдар дейді. А, осы. О, біз А осыны кім арқылы таптық? Д, О, В арқылы таптық қой. Өйткені Д, О, В, А осыға қандай болады? Тең болады, иә? Бұрыш Д, О, В тең болады бұрыш А, осы. Өйткені олар бір-біріне қандай бұрыштар? Вертикаль. Ал вертикаль бұрыштар бір-біріне қандай болады? Тең болады 90 градус, тең 90 градус. Қалай таптық сонда? 130-дан, общий 130-дан. Мынау шетіндегі 40-ты азайтып тастаймыз, түсіндің ба? Вообще... Сызуға да болады, иә? Сызыңдар. Не обязательно, но сызды. Сызбай ақ қойыңдар, үйге барасыңдар. Келесі, давайте келесін түсіндірейін, сосын жазып аласыңдар. Давайте келесін түсіндірейін, сосын жазып аласыңдар. Дальше. А 1025-ші тапсырма уже Б деңгейі, иә? Екі нәрсе ғой, ертең кішкене сәл қиындады енді. Енді екі түзудің о нүктесінде қиылысуынан пайда болған бұрыштар өзара тең болса, дейді, міне қарайды, любой екі түзу қиылысты, міне, олардың қиылысынан пайда болған мына екі бұрыш қандай дейді? Өзара тең. Мына бұрышқа қандай дейді? Тең дейді, иә? Так, енді бұрыштардың әрқайсысы неше градустан болады дейді? 180. 90. Сызып көрсетіңіздер дейді. Келін Арислан. Бұл қараңдар, бізге мынаны айтып тұр ғой бізге, значит. Бұлай түзу қылып қиылсамыз, бұлай түзу қылып қиямыз. Осылай қиылысқан кезде бұлар бұрыштары қалай дейді? Бүкіл бұрыштар өзара қандай дейді? Өзара қандай дейді? Өзара тең дейді, иә? Бұл өзара тең болса, біз 360 градусты нешеге бөлеміз? Айшер? Неше бұрыш бар? 1, 2, 3, 4. 4-ке бөлеміз, иә? 4-ке бөлеміз. 90 градустан. 90 градустан. Бүгін сұран кетті оқысы. 90 градустан болады, да? Міне.
Каждый қандай сонда тік бұрыш екен ғой, каждый тік бұрыш. Окей? Екіншісін көрейік енді. Мынау біріншісі болды ғой. Енді екіншісін көрейік. Үш түзудің O нүктесінде қиылысынан пайда болған бұрыштар өзара тең болса дейді. Қараңдар. Оны уже былай қиялайық. Былай и былай қиялайық. Так, тыныш аяқ беріп отырмын. Осы бұрыштар бізде үш түзу қиылыс. Қараңдар. Екі түзу қиылысса неше бұрыш пайда болады? 4 бұрыш пайда болады, иә? Ал енді үш түзу қиылысатын болса неше бұрыш пайда болады? Неше бұрыш пайда болды? 6 бұрыш пайда болды. Значит, менде бұл барлығы неше бұрыш? Каждый общий. 360 градус қой. Соны нешеге бөлем? 6-ға бөлем. Сонда каждый бұрыш нешеден? 60 градустан. Каждый сонда 60 градустан. Бәрі тең деген сөз. Бұрыштардың әрқайсысы неше градустан болады? Сызып көрсет дейді. Мынаның әрқайсысы 60 градустан болады. Өйткені бұл бұрыштың максимальный 360, соны бірдей болатын болса 6-ға бөлеміз. Ал мына жақта бізде бірдей емес қой, сол үшін біз олай жасадық. Ал мына жақта просто бірдей болса қалай істейсіңдер деп сендерге сұрақ қойып жатқан түрі ғой. Окей, тағы да бар ма үй жұмысы? Давайте 1026 шығарып тастайық, сосын 1027 шығарып тастайық, сосын көшіресіңдер отырып дәптерге жазасыңдар. Окей? Потом 27 жасайық. Я мына 26, потом 27. Сосын бәрін жазып аласыңдар. Екі түзу қиылысуынан пайда болған вертикаль екі бұрыштың қосындысы 126 градусқа тең. Осы екі түзудің қиылысуынан пайда болған бұрыштардың әрқайсысының градустық өлшемдерін табыңдар. Қараңыздар, кез келген екі түзу қиылысты. Хоп, хоп. Онда біз не істейміз дейді? Бұл пайда болған вертикаль екі бұрыштың қосындысы. Вертикаль деген қандай бұрыштар? Өз бір-біріне қарама-қарсы бұрыштар. Осы екеуін қоссам, менде неше градус шығады дейді? 126 дейді. Значит, мынау менде альфа, мынау да альфа ғой. Екеуі бірдей ғой. Екеуі қарама-қарсы болса, Нұрислам, олар бір-біріне бірдей бұрыштар деген сөз. Ал олардың қосындысы 126 болса, значит, екі бірдей бұрышты не істеймін? Екіге бөлем. Өйткені каждый сонда 63 градустан. Сонда қараңдар, мынау бұрыш менде 63 градус болды. Мынау бұрыш менде 63 градус болды. Получается, мынау бұрышты қалай табамыз? Жоқ, 180-нен азайтамыз. Өйткені мына жазыңқы бұрыш қой. Жазыңқы бұрыш деген мынандай прямой. Сол общий 180 градусқа тең. Я, мына жерін табушы, мен 180-нен всегда 63-те азайтамын. Сонда қанша шығады? 117 градус шығады. Мына жері сонда 117 градус болады. Ал Нұрислам, мынау 117 градус болса, мынау қанша болады? Ол да вертикаль бұрыш. Мынау 117 болса, қарама-қарсы бұрышы да 117 градус бірдей болады. Ол да әрқайсының градусын таптық па? Таптық. Окей, мынаны бізде бір бұрышы 63, анау 117, иә. Енді 127, иә, түсіріп алсам болады. 127. Сосын осыларға дейін жазып аласыздар, сосын 128, 129 барлығын шығарып көрсетемін. Молодец. Может, 15-тен оған? Тыңдаймыз ал. Еркін асты тыңдаймыз. Екі түзу қиылысқанда пайда болған бұрыштардың біреуі 75 градусқа тең, сосын тағы біреуі 120 градусқа тең, қалған бұрыштар градус табылады. Любой бір екі түзуді бүйтіп қиылыстырып жібереміз. Иә, әдемілеп. Енді бұл бұрыштардың біреуі 75 градус болса, допустим, мына жері қанша болсын? 75 градус. Значит, мынау бізде 75 болады сразу. Нұрислам, бір жағы 75 болса, оған қарама-қарсы бұрышы тоже. Өйткені олар өзара қандай бұрыштар? Вертикаль. Ал вертикаль бұрыштар өзара қандай? Вертикаль бұрыштар. Өзара тең болады. Өзара тең болады. Соны арқылы істейміз. Енді мына жағын қалай табамыз? Жоқ. Мына жағын табу үшін нешеден азайтамыз? 180-нен азайтамыз 75-ті. Сонда бұл 105 градус. Мына жағы сонда 105, Нұрислам. Мына жағы қанша болады сонда? Тоже 105 градус болады. Кәді 120. Ол екінші есеп қой. Сондай, бірақ екінші есеп. Бұны бұлай хоп. Сосын бұлай хоп деп қиылыстырамыз. Мына үлкендеу доғал болып тұрған жері бізде қанша градусқа тең дейді? 120 градус. Значит, мына жағы да 120. Молодец. Значит, мына кішкентай бұрыш нешеге тең болады? Молодец, Нұрай. Сразу тауып алдың. 180-нен 120-ны азайтып тастаймыз. Сонда 60 градус болады. Мынау 60 болса, значит, мынау да 60 градусқа тең болады. Я, любой шат, екі түзу, любой бойынша қиылыса береді. Былай қиылысу мүмкін,
Ол былай қиылысы мүмкін. Ну, енді мен аяқта әдейі былай кішкене бір-біріне жақын қылып қиылыстырдым. Себебі 120 деген бір жағы доғал болу керек қой, чуть-чуть, иә. Ал мына жақта енді чуть-чуть бір-біріне былай ашықтадым. Өйткені ол бізде мына жағда доғал. Енді былай прямо қылып қиятын болсам, конечно, ол болып кетеді уже. Кішкене бүйтіп мынандай X сияқты қылып қиылыстырсаңдар пойдет. Өйткені мына жақта да сөйтіп жатыр ғой бізде. X сияқты қиылыстырып жатыр. Міне. Окей. Енді 128-ді түсіндіріп тастайын ба? 128-ді түсіндіріп тастайын. 128, 129 сосын жазасыңдар. Так, 128 қараңыздар. А, В түзуі мен С-ді түзуінің қиылысуынан пайда болған. То есть бізде екі түзуді не істеп жүріп жатыр былай? Қиылыстырып жатыр. Біреуі А, В түзуі, екіншісі С, Д түзуі. Бұдан пайда болған А осы дейді. Міне қараңдар. А осы дегеніміз, міне А, ортасы всегда О болады, түсінді ма? О, міне. И С, міне осы бұрыш, міне көрдіңіздер, угол осы бұрыш. Мына жер бізде альфа болады. Және СОВ дейді, міне СОВ мына бұрыш дейді, мына жағы. Мына жағы бұрышы бар дейді. Өлшемдердің қатынастары. Что такое қатынастары? Значит, мына жақта бір градус тұру керек, бірақ неге қатынастарын берген? Қатынас дегеніміз екі санның бір-біріне қысқарған түрі. Допустим, 20 бөлу 15 болсын. Оның қатынасы неше десе, қысқартамыз 4 бөлу 3. Мынау вот не қысқарған түрі қатынасы деп аталады, түсінді ма? Получается, бұл 5 бөлу 7 дегеніміз, мына жағы, значит, 5, мына жағы 7 деген сөз ғой. Екеуін былай бөлуді, мынандай бөлу қыламыз да, біз қандай санға қысқарғанын білеміз бе, білмейміз. Мысалы, мына жақта нешеге қысқарттым мен? 5-ке. Ал мына жақта мен нешеге қысқартқанын білмеймін, сол үшін екеуін бірдей мәнге не істеймін? Көбейтемін. То есть мынау да 5х, мынау да 7х. Ал енді қараңдар, мынау ол бір түзудің бойында жатыр ғой. А бір түзудің бойында жатса, олардың қосындысы неше градусқа деп едім? Мындай бір түзудің бойында жатса, олардың қосындысы 180. Молодец. Значит, мен екі бұрыштың қосындысы, яғни 5х пен 7х-ның қосындысы нешеге тең? 180. Ну, 12, бірақ та градус бойынша 180 осылай жазамыз. Сонда 12х-тен 180. Я, х тең 180-ді бөлесіңдер 12-ге. Х тең 15 градус болады. То есть, бұл жерде мынау, оказывается, бізде 15 деген санға қысқарған екен. Мынау қысқарған сан. Осыған қысқартқан екен. Қысқартқан сан. Қысқартқан санымыз. Енді, значит, табу үшін мен оны қайтадан нешеге көбейтемін? 5-ті көбейтемін. 15-ке, 7-ні көбейтемін 15-ке. Сонда екі бұрыштың мәні шығады менде. Қанша шығады? 75 градус пен 105 градус, иә? Сонда мынау бізде 75 градус, а мына жағы менде 105 градус. Шынымен де көрініп тұр, үлкендеу, иә? Мына жағы, значит, қанша болады? 75 болады, мына жағы 105 болады. Міне болды. Енді қараңдар, АО-ды бұрышы бізде тең болады. Бұрыш АО-ды тең болады. Неше? Міне, АО-ды. Мына жағын сұрап тұр ғой бізге, иә, получается. 105 қой ғой. Мынау 105-ке тең болса, мынау да 105-ке тең болады. Ал ВО-ды бұрышы? 75 градус. Окей? Келесі енді 129 кәпсір боласын. Түсір ол. 129. Hadi aşağıma түсіріп бұл жерде өзінің сызбасы бар екен, иә? Давайте осыдан кейін бәрін жазып аласыздар. Сызбасын беріп тұр екен, рахат. Сызбасын беріп қойған. Оқы, Алишер. АБ, міне А, В түзуі. Сосын С-ді, ағылшынша С-ді. И, Е, Ф түзуі. Осы түзулер не істеді? О нүктесінде қиылысты. Вот ол қиылысты О нүктесінде, иә? Ары қарай оқы. Мынау үшбұрыш тұр ғой мынау. Ол бұрыш АОЕ деп оқисыңдар. Бұрыш АОЕ. Қайда ол? Бұрыш АОЕ сразу тауып алайық. Міне А, О, Е. Көрдіңіздер ме? Міне мынау бұрышты бізде 40 деп тұр. Түсінді ма? Осы бұрыш бізде 40 болып тұрған екен. Мынау бұрыш 40 градусқа тең. Сосын
D bұрыш D Barış. O F. D O F deydi ya. Mana ол бізде 80. Ну, в принципе, беріліп тұр ya. Сосын K o SOD бұрышының gradus şey. табылады ya. SOV. Mana мына бұрыш керек болып тұр ya бізге. Мына бұрыш керек бізге. Так, қалай табамыз ал? Включайте мысли. 120. Молодец. Но, смотри, я тебе откорректирую сейчас. Түзетіп жіберейін сені. Мына жерде бізде былай болып тұр ғой. Иә, мына жері. Мына жағы 40 градус болып тұр. Мына жағы 80 градус болып тұр. Мынау бізде түзу ғой, бізде қараңдар, түзу. Бұл түзу болса, ол неше градусқа тең общий? 180. Значит, мына жердегі белгісіз альфамыз осы үшеуін қосатын болса, нешеге тең болу керек? 40 қосу альфа қосу 80 нешеге тең болу керек? 180 градус. Значит, мен альфаны табу үшін 180-нен мына екеуінің қосындысын азайтуым керек екен, я? То есть екеуін қосып 180-не азайтуым керекпін. 120, сонда мендегі альфа 60 градусқа тең болады екен. Мына жері сонда менде 60 градусқа тең, окей? Ол жер менде 60 градусқа тең болса, 60 градус. Енді мына жері 60 градус болса, значит, ол мынау түзуге қандай болып тұр? Karama varsa. Я қарама-қарсыны қалай айтады басқаша? Вертикаль. Мынау бұрыш, мынау бұрышқа вертикаль. Значит, мынау да 60 болады ғой. Мынау 40 болса, мынау 40, а мынау 80. Маған конкретно айтып тұрғаны СОВ-ны тап деп тұр. Ал бұрыш СОВ бізде тең болады 60 градусқа. СОВ ма? СОВ ма? СОВ дейді бір түрлі қылады керек. Түсіндің ма? Так, енді так, Abi işletmiyor mu? последний көрсетіп жібергім келіп тұр сонда. 1030-да. 1024 шығардық, қазір жазып аласыңдар. И последний, the last one is 1030. Оның да суреті дайын тұр. Мен өксіппін. Muharrem karşısına ötmeyi kurtarmış yapıyoruz. Оп. Бәрін көрсетіп беремін. Так, NP, KL, EF, EF түзулері O нүктесіне қиылысады. Тура сол сияқты мына O нүктесіне қиылысып тұр, я? Қыздар, мынаны қалай оқимыз, Нұрай? Бұрыш. Міне ОК түзуім бұрышы. Міне түзу мына жердегі 35. НОК, бұрыш НОК. НОК бізде общий 85 деп тұрмын. Көрдіңіздер ме? Значит, таза мына жері қаншаға тең? Не істейміз мына жерін таза қалып? Общий 85, мына жері 35. Значит, не істейміз екеуін? Я, таза НО-ені табу үшін біз не істейміз? 85 градустан 35 градусты азайтамыз. Сонда неше градус шығады? 50 градус. Мына жер таза 50 екеуін азайтып тастаған. Екеуін қосыңдаршы қанша болады? Екеуін, 50 мен 35-ті. 85 көрді ма? Общий 85-ті беріп тұр сонда. Бұлар, енді қараңдар. Мына жері 50 болса, мына жері қанша болады? Екеу бір-біріне қандай? Вертикаль, қарама-қарсы. Значит, мына 50 болса, мынау да 50 болады. Енді жоқ, бұл 35 болады, я? Дұрыс. А мына жері қанша болады? Мына жері. Бізге осыны тап деп тұр ғой. Бұлар, аңғайдамыз. Мынау қандай бұрыш? НОП қандай бұрыш мынау? Бұлай тұр ғой міне. Хоп деп тұр, 180 дұрыс. Сонда мына 50, мына жері бізде 35, мына жерін табу үшін. Мынау бізде жазыңқы бұрыш болып тұр ғой. Ал жазыңқы бұрыш дегеніміз ол неше дейміз? 180-не азайтамыз 50 мен 35-тің қосындысын. Сонда бізде мына бұрыш шығады. Так, 180-нен азайтамыз 85, сонда 95. Мына жер сонда 95 бұрыш. Сонда бұрыш КОП-ны табу үшін, бұрыш КОП-ны біз естеді екенбіз. Окей? Бізге КОП бұрышын тап дейді. Міне КОП бұрышы мынау болады. Мына жер қанша болады сонда? 95. Мынау да бізде 95 болады екен. Все, осының барлығын жазып алыңыздар. Міне мынау суретке түсіріп алыңдар, скриншот істеп алыңдар.
мынау, Жиырма төрт мынау, мынау, жиырма мынау, мынау, и алтı мынау, жиырма төрт и мынау. Давай міне. все Все.